Кейде адам қызмет алу кезінде ашық түрде емес, астарлап ақша немесе сыйлық сұрайтын жағдайға тап болуы мүмкін. Мысалы, мәселені тезірек шешуге болады. Өзіңізде түсініп тұрсыз ғой, алғыс білдірсеңіз болды деген сияқты сөздер айтылады. Осындай сәтте абдырып қалу қалыпты нәрсе. Ең бастысы асығыс шешім қабылдамау. Бірінші қадам сабыр сақтау. Эмоцияға берілмей, нақты не айтылғанын түсінуге тырысыңыз. Екінші қадам әңгімені ресми арнаға бұру. Сыпайы түрде қызмет ресми тәртіппен қалай көрсетіледі? Төлем қай жерде жүргізіледі? Осы мәселе бойынша жазбаша ақпарат бере аласыз ба деп нақтылау қажет. Үшінші қадам ақша бермеу және уәде етпеу. Кей адамдар мәселені тез шешу үшін келісіп қояды, бірақ бұл жағдайды ушықтыруы мүмкін. Бұндай фактілер тіркелген кезде 1424 нөмірі бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметіне жүгініңіз.